Сәлем менің құрметті көрермендерім, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода осындай лепешка дайындаймыз. Бұның құрамында ешқандай дрожж жоқ, және арасында бұның сүзбе қосылады, петрушка, сыр қосылып жасалады, яғни өте пайдалы. Біріншіден, екіншіден ыстықтай жесеңіздер, ішіндегі начинкасы еріп, өте дәмді, күшті болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін жылы суға тұз саламыз, сұйық май. Осыны тұз ерігенше араластырамыз. Содан кейін ұнымыздың үстіне бір жұмыртқаны жарып, бағанағы суды құйып, қамырымызды илейміз. Дайын болған қамырды пакетке салып, столдың үстіне 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін қамырымызды бір қайтара жақсылап илейміз. Содан кейін қайтадан пакетке салып қойып қоямыз. Сосын сразу біз начинканы дайындауға кірісеміз. Начинкасы үшін осындай майсыз сүзбе қолдандым. Осының үстіне теркадан өткізілген сырды салдым. Негізі сүзбелеріңіз майлы болса, одан да күшті дәмді болады. Енді осының үстіне жуылып туралған петрушканы саламыз. Не болмаса шпинат салсаңыздар да болады. Енді үстіне дәміне қарай тұз саламыз. Бір жарты қасықтан сәл көп. Содан кейін осыны жақсылап араластырамыз. Сонымен начинка дайын болды. Майлы болу үшін сырды көбірек қоссаңыздар да болады начинкасына. Енді қамырымызды жаямыз. Кәдімгі манты, бешбармаққа жайғандай етіп жайып аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Және видеоларыма лайк басып, комментарий қалдырып, өздеріңіздің таныстарыңызбен бөлісулеріңізді сұраймын. Өйткені бұл менің каналымның дамуы үшін өте маңызды. Алдағы уақытта бұйыртса өте пайдалы рецепттермен, тегін онлайн мастер-класстармен бөлісемін. Қамырды жайып болғаннан кейін мен енді осылай тағы да жұқарту үшін шет-шетіне тартып шығамын. Содан кейін барып начинканы барлығына жайып шығып, ортасынан екіге бөлемін. Не болмаса сіздер начинканы салмай тұрып, қамырды ортасынан екіге бөліп алсаңыздар болады. Или болмаса мен осылай жайып алдым. Содан кейін барып пышақпен ортасынан бір жүріп өттім, яғни бөліп алдым. Міне осылай кескен жерімізден былай қарай тартамыз керісінше. Солай орама сияқты орап шығамыз қамырымызды. Осылай шет жағына келген кезде анау шеткі қамырларын жақсылап басып біріктіру керек болады, ашылып кетпес үшін. Және ең шеткі жағында біріктіреміз. Содан кейін қамырымызды кішкене осылай қолымызбен қысып созыңқырап шығамыз, тағы да қамыры жұқару үшін. Содан кейін осы қамырымызды пергаментке орап саламыз. Не болды? Біздің бірінші лепешкамыз дайын. Енді екінші қамырымызды дәл осылай орап шығамыз. Енді осы лепешкаларымыздың үстіне
жұмыртқаның сарысын жақсаңыздар болады, бірақ мен кішкене сүт қосып барып жақтым. Содан кейін алдын ала қызып тұрған пеште 180-190 градуста әдемі болып қызарғанша пісіріп алдым. Піскеннен кейін осындай болады. Сразу бетін бір матамен жауып қойыңыздар, сонда жұмсарып әдемі болады. Содан кейін сәл суығаннан кейін жей берсеңіздер болады. Өте дәмді болады, әдемі болады. Балдарға қатты ұнады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ас болсын.